Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, Руслан Бақшаның спорт жаңалықтары YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бізде әдеттегідей жаңа шығарылым және бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз әуесқой бокс. Ендеше бүгін бізде осындай керемет олимпиадалық даярлау орталығының бокс залында қонақта олимпиада ойындарының чемпионы, дәл осы олимпиадалық даярлау орталығының спорт істері жөніндегі басшысы Ермахан Ибраимов ағамыз келіп отыр. Ермахан аға, ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Қалыңыз қалай, амансыз ба? Қош келдік. Қош келдік. Біздің видеомыздың шығуына достарымыз әдеттегідей өз қолдауларын көрсетіп жатыр. Ендеше төмендегі сілтемеге өтіп, Telegram арнаға тіркеліңіздер және ең әділ сыйлықты алып кетіңіздер. Ендеше баршаңызға сәттілік. Ермахан аға, енді сізге қонаққа келіп, осы жалпы студияда сұхбат жазуымыздың бас себебі ол Ливерпуль төрінде аяқталған бокстан әуесқойлар арасындағы әлем чемпионаты. World Boxing'нің алғашқы ұйымдастырылып өткен жаһан біріншілігі Қазақстан құрамасы үшін өте сәтті аяқталды. Өзіңіз де көрдіңіз бұл жекпе-жектерді. Жалпы осы әлем чемпионаты туралы аз кем пікір білдіріп кетсеңіз, қалай өтті біз үшін? Сөз жоқ, жаңа өзіңіз жақсы айттыңыз. Бұл әлем чемпионатының ерекшелігі World Boxing жаңадан құрылған халықаралық бокс федерациясының ең алғашқы әлем чемпионаты. Ол сонау Европаның төрінде Ливерпуль қаласында өтті. Және бұл турнирге, әлем чемпионатына көптеген мемлекеттер келіп қатысты. Көптеген мемлекеттер қатысты. Кубадан бастап, Америкадан бастап, жан-жақтан жиналды. Енді количествосын өзіңіз білесіз. 500-ден астам, 540 қатысушы. 540 қатысушысы. Сондықтан бұл айтады ғой, бұрын соңды болмаған сондай үлкен әлем чемпионаты. Осы чемпионатта Қазақстан айтады ғой, сәтті өнер көрсетті деп айтуға толық негіз бар. Неге десеңіз, 4 алтынды ер бала, 3 алтын медальді қыз бала жеңіп алды. Жалпы есепте 7 алтын, 2 күміс, 1 қола медаль, 10 медаль. Бұл 100% көрсеткіш деп айтуға толық бар, негіз бар. Енді бұл чемпионатта өздеріңіз білесіздер, әрине бәріне сеніп апардық, бірақ кейбір боксшылар көңілден шықпады, кейбіреулер шықты. Ал кейбір боксшыларымыз, мысалға Аида Абикенова, қарағандылық боксшы, мысалға өзінің осыдан 1,5 ай бұрын жеңіліп қалған Түркия боксшысын ұту, айтады ғой, әлде қайда шеберлігін молынан ұту, ол ерлік деп санаймыз. Сондықтан да мен біздің қызымызға лайк қойдым деген ғой, лайк или респект. Ендеше елдерден бастайық. 50 келіге дейінгілер арасында, яғни жеңіл салмақта Санжар Ташкенбай моңғолиялық Батулга Алдархишик деген боксшымен қолғап түйістірді. Осы туралы айтып кетсеңіз енді. Енді сөз жоқ. Санжар Ташкенбай 1 рет әлем чемпионы болды Ташкентте. Ол кезде чемпион болған кезде Өзбекстанның боксшысын сұлатып түсіріп тұрып, Қазақстанның жанкүйерлерін қуантып тұрып, чемпион болған сәтін өте жақсы білем. Сол кезде мен Санжарды өзім лично барып, айтады ғой, несіменен белбеуімен қысып оны көрсетуге болады. Қолын қысып, жақсылап тұрып құттықтағаным есімде. Және олимпиада, енді әлем чемпионы болдың, енді олимпиада чемпионы бол деген тілек айттым, бірақ енді олимпиадаға өзіңіз білесіз, Сәкен Бибосынов барды да, ол барамай қалды. Бірақ енді уақыт өтті, 2 жылдан кейін және чемпионат мерге шығып, 2 дүркін әлем чемпионы болды, мысалға. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Енді мысалға Ташкент төрінде 48 килограммда өнер көрсетсе, енді бұл жолы 50 килограммда. Енді айтады ғой, нағыз бабына кірген сәтте, нағыз күш жігеріне кірген сәтте 50 килограммда өнер көрсетті. Және өнері өте ұнады. Өте жақсы, өте грамотно. Айтады ғой, алдың қолмен жақсы тигізеді, артқы қолмен жақсы тигізеді. Бір сөзбен айтқан кезде тактическом плане Қайрат Сачанов өте дұрыс бағыт берсе керек. Өте сауатты өнер көрсетіп жеңіп шықты. Сондықтан да Санжар Ташкенбай жарады. Ешкімнің күмәні жоқ, дауы жоқ, таза жеңіске жетті. Ал 55 келіге дейінгілер арасында Махмуд Сабырхан, Рафаэль Лозано деген испаниялықпен қолғап түйістірді. Махмудтың енді бауырда болды інісі. Махмуд бастады бірінші. Махмуд енді сөз жоқ.
Махмұтты сол әлем чемпионатының ең мықты боксшысы деген сыйлық болса, мен Махмұт Сабырханға берер едім. Неге десеңіз, Косовомен ойнаған қарсыласын сұлатып түсіру, немесе жаңағы рингтегі әр қозғалысын айтады ғой, тиімді пайдалану, шынына келген кезде өте. Енді Олимпиада ойындарына, мысалға 55 килограммнан салмақтан бастаса, Олимпиада ойындарын, Махмұт Сабырханды осы бабында ұстасақ, Олимпиада чемпионы болуына толық мүмкіндігі бар. Сондықтан да Сабырханға айтар мін жоқ. Сабырхан жарады. Бір сөзбен айтқан кезде болашақта тағы да чемпион болатынына біздер сенеміз. Махмұт Сабырхан жекпе-жектен кейін берген сұхбатында айтты ғой, жеңіске жеткеніме қатты қуанып тұрған жоқ, өйткені әлі інім шыққан жоқ рингке, соны қатты уайымдап тұрмын деп. Расында енді ағасы болғаннан кейін кәдімгідей жаны ашиды. Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тінісі бар. Ағасы айтады ғой, мен ініме қалай үлгі болсам екен, осы қалай менің артымнан ілеседі екен деп. Көрдіңіз ба? Ағасы інісіне қуат болды, інісі ағасына қуат болды. Мысалы, менің ағам жеңді, енді мен де оның жеңісінің жолын ары қарай жалғастыруым керек деген сияқты. Ол да талпынды да. Енді Төрахан туралы мен былай деп айтар едім. Ол жастар құрама командасында жүрген кезде өзінің төңірегінде команданың ауызбіршілігін біріктіре білді. Мысалға, өзіңіз білесіз ғой, Черногорияда өткен әлем чемпионатында біздер атой салып, о жерде бірінші командалық есепте топ жарған едік. Бұл жолы да ол, мысалға, айтады ғой, өзінің командасының төңірегінде әрқайсысына айтады ғой, ауызбіршілігін арттыра білді. Көрдіңіз ба қалай? Лидер команда дейді. Командада лидер болғаны өте жақсы. Мысалға, кезінде Василий Жиров лидер болған, мысалға, командада. Кейін барып, өзіңіз білесіз, 2000 жылдары команда капитаны лидер болған кезде лидердің артынан жүріп береді. Бір сөзбен айтқан кезде аға деп, немесе жаңағы мінекей осындай лидер пайда болса, артынан команда жүріп береді. Сондықтан мен айтар едім, Төрахан Сабырхан ұлттық құраманың лидеріне айналды. Қазір енді кейбіреулер айтады, ол пижонство көрсетеді, мынандай рингте былай тұрып қалады. Жарасады. Әлем чемпионына жарасады, өзіне жарасатындай тірлік жасайды. Немесе біреулер жаңа бүйтіп тұрып қалып, удар алып, нокаут түсіп атады ғой, ол бәрін сезеді, дистанцияның бәрін қадағалайды. Сол сияқты бұл да жарасып тұрған іс. Бірақ енді Төраханмен мүмкіндік болған кезде тағы да сөйлесіп, тағы да түсіндіріп, көп көрсете берудің қажеті жоқ, но шамамен көрсетуге болады. Өткен жылы ғана ересектер арасында Қазақстан чемпионатына қатысты. Төрахан Сабырхан сөйтіп жеңіске жетті. Енді мінекей ересектер арасында әлем чемпионы атанды. Өте жақсы нәтиже. Оның финалдағы қарсыласы Төраханның Севон Окадзава болды. 2021 жылғы Белградтағы әлем чемпионатының жеңімпазы, Олимпиада ойындарының қатысушысы Севон. Одан кейін Севон сондай бір қу әккі боксшы екен. Азия ойындарының чемпионы. Азия ойындарының чемпионы. Сондықтан да енді бұл японскке ұқсамайтын, өзгеше японец, қара японец дейді ғой. Қара жапондық боксшы, шынына келген кезде оның да шеберлігі жеткілікті, тәжірибесі өте жеткілікті. Мысалға, оның да іші қыжынап атқан шығар. Мен осы әлем чемпионы болған, жастар арасында әлем чемпионы болған боксшыға есе жібердім деп. Ол бәлкім тағы да қатты дайындалып жатқан шығар. Бірақ біздің Төрахан айтады ғой, тактический планда мышление на ринге дейді ғой, рингте ойлау қабілеті өте жоғары. Мысалға, бірінші раундта есе жіберіп атады, бірақ екінші, үшінші раундта қуып, өзінің қарсыластарын есеңгіретіп тастайды. Сол сияқты Төрахан Сабырхан ол Қазақстанның болашағы және үміті. Өте дұрыс айтасыз. Одан кейін бізде төртінші бауырымыз, ұлттық құраманың капитаны Айбек Оралбай, 90 келіден жоғары салмақта, аса ауыр салмақта алтын алды. Қазақ пен өзбектің боксшылары шықты финалда. Шахангир Закиров деген енді бұрыннан таныс есім ғой, қанша дегенменде. Закировке кейде ұтылып, кейде ұтып жүрген. Кейде ұтылып жүрген. Сол кезде ана ұтылған сәтінде ол жақсы біледі. Айбек мысалы жақсы біледі. Ана көп салмақпенен шығып, қозғалысы жылдам болмай, сондай бір айтады ғой, қимылы шектеулі болған жағдайда ол жеңілді.
оның алдында ол жеңді. Ол кезде айтады ғой, салмағы өзіне тән еді, бойға шығатын тән еді. Бірақ бұл жолы дайындығы көрінді, өте жақсы. Содан кейін 4-0 болып тұрған шотты 4-1 қылды. Өзбекстан, Қазақстан 4-1 қылды, және керек, өте керекті. Айтады ғой, үлкен жауапкершілік капитанның мойнына ілінді. Я болмаса Қазақстан чемпион болады, бірінші командалық дәрежеге шығады, я болмаса Өзбекстан бірінші дәрежеге шығады. Сондықтан да оның жауапкершілігі деген енді сұрамаңыз. Таудай жауапкершілік мойнына жүктелді, сол таудай жауапкершілікті көтере алды және чемпион болды. Және ауыр салмақтағы тұңғыш әлем чемпионы, ауыр салмақтағы Қазақтан шыққан. Сондай тарихи сәттерді тіркеді деп айтуға болады. Сондықтан да енді Айбек осы алған бағытында ары қарай жалғастыра берсе, мен ойлаймын, Олимпиада чемпионда болуға толық мүмкіндігі бар. Сондықтан да Айбек қайтпа, осы алған бетінен алға ұмтыла берсең, сен Олимпиада чемпионда боласың. Ал Нұрбек болса, Айбектен үлгі алып, кезінде өзіңіз білесіз, Айбек Нұрбектен үлгі алып қалған. Енді Нұрбек Айбектен үлгі алсын. Сөйтіп екеуі Сабырхандар сияқты бір-біріне қуат болып, бір-біріне шуақ болып, аман-есен чемпион болып жүре берсін. Астана халықаралық әуежайына Қазақстан ұлттық құрама командасы, ерлер командасы ұшып келді. Сол кезде Айбек сұхбат берді, расында осы жауапкершілік туралы, өзінің бауыры туралы, енді біраз жалпы әлем чемпионаты туралы қорытындылады. Сол сұхбатты қарап шықсақ. Енді құрама капитаны болғандықтан бірінші күндері енді өздеріңіз білесіздер, төрт боксшымыз Өзбектен келінгенде кішкене өзіміздің көңіл күйіміз түсіп, оның арасында өзінің ең жақын бауырым Нұрбек бауырым болды. Маған ауырға соқты, және капитан команда ретінде кішкене енді балдардың рухын көтеру керек болды. Жігіттерге өзім айттым. Төртеуіміз шықтық, жартылай финалға төртеуіміз де чемпион болуға лайықтымыз, чемпион болу үшін келдік. Сондықтан енді бірімізге мотивация болып деп ойлаймын, бірімізге жігер беріп, төртеуіміз де чемпиондыққа тек қана сол чемпион болу үшін ғана барымыз салдық. Енді жауапкершілік болды, бірақ біз бокста енді бірінші жыл емес, біз уже 20 жыл жүрміз. Сондықтан білдік, біз бокс оңай болмайды, бізге жеңілісі де жайлы ешкім бергісеп тұрған жоқ. Судьялар болсын, сондықтан барымыз салдық. Аса ауыр салмақ, енді бұл өзбектер осы күнге дейін бермей келе жатқан салмақ. Қалай болсын, сол салмақты өзімізге алу бізге бұйырыпты. Енді осы салмақты бермеуге бар күшін салып, еңбектеніп, бұйырса алдымызда Олимпиада ойындары. Маған енді қазір Олимпиада ойындарының медалі жетіспейді. Бұйырса енді келесі тарих сол Олимпиада ойындарының медалі деп ойлаймын. Енді 4-1 алтынды айттық. Бізде енді расында 4 алтын, және өзіңіз айтқандай ең соңғы жарыс күні финалдардың ең финалды аса ауыр салмақта Айбек Оралбай кәдімгідей шешуші рөл атқарып кетті. Қазақстан құрама командасы көш бастады, біз қуаныштымыз. Бірақ енді жалпы ерлер арасындағы әлем чемпионатын қорытындылайтын болсақ, 10 салмақтың 6-ауы өзбек жігіттерінде, алтын 4-еуі қазақ жігіттерінде кетті. Толқын Қылышев пен Қазақстан құрамасының бас бапкері Қайрат Сачановтың бірге түскен видеосы бар ғой, өзіңіз де көрдіңіз. Сол видеоны да қарап шықсақ. Ал құрметті жанкүйерлер, жеңістеріміз құтты болсын. Өзбекстан, Қазақстан, біз ағайындымыз, біргеміз, бәріміз бірге. Біз үлкен басшылар айтты ғой, зачем вы приехали в Англию, могли спарринг у себя сделать и все. Останем раздать призовые места деген сияқты. Шындай бокс мұқыстары, Қазақстандағы, Өзбекстандағы, қазақ елі, өзбек елі. Мана біз фақат рингде спорт мұсабақасында қатнашамыз. Қойған пайттары біз әр дайым қардашымыз, бауырларымыз бір-бірімізге. Әр дайым біз бітті милләтіміз. Biz bitta millat. Xudo xolasa birgalikda Olimpiadada zo'r rezultatlar ko'rsatamiz. Барлығымыз биіктен көріне берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Sağ болсын. Ермахан аға, сұхбатты көріп шықтыңыз. Жалпы екі құраманың бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша бокс әлеміндегі екі державаның бас бапкерлерінің мінекей жақын бір-бірінен жалпы жекпе-жектен жалпы әлем чемпионатынан кейінгі сұхбаттарын көрдік. Жылы лебіздерін білдірді.
сондай ақ жаңа айтып қалды ғой, сендер әлем чемпионаты емес, кәдімгі өздерің бір спарринг жасай салмасыңдар ма, жалпы бүкіл алтындарды өздерің алдыңдар деген сияқты айтып жатыр ғой. Расында қуанышты жағдай, әрине қуанышты жағдай. Енді жаңа айтпақшы, Өзбекстан Қазақстан бәсекелестігі ол бұрыннан бері жалғасып келе жатыр. Мысалға енді Өзбекстанның кезінде бізбен бірге ойнаған Мұхаммед-Кадыр Абдуллаев, Хайдаров, я болмаса жаңағы басқа да спортшылары, біз доспыз қазір. Бір жарысқа келген кезде бірге бір дастарханда отырып қалып бір-бірімізбен әзілдесеміз. Сол кезде айтамыз: ты можешь проиграть кому угодно, только не узбеку деп бәріміз аха деп күлеміз. Олар наоборот казаху деп, сонымен алма кесек өтіп жатқан дүние, араласып жатқан халықпыз, дос халықпыз, бір-бірімізге тілекші халықпыз. Сондықтан да осы Қазақстан мен Өзбекстанның арасындағы болып жатқан текетірестік ол біздің боксшыларымызды өсіріп өндіріп дүние жүзінің мықтылы командаларына бірақ шығарды. Осы бәсекелестік арға жалғастыра берсін, жалғаса берсін, және біздер айтады ғой, чемпион болып өз халқымызды қуанта берейік. Тамаша. Өзбекстан құрама командасының сапында алтын алғандардың арасында Асахуджа Муйдинхуджаев бар. Ол финалда Юрий Фалькауаны жеңді. Бұл 65 келіге дейінгі салмақ дәрежесі. Одан кейін Фазлидин Еркінбаев 75 келі салмақта Рами Киван деген болгариялық боксшымен финалда жекпе-жек өткізіп, жеңіске жетті. Жавахир Уматалиев Йожерлин Сесар деген французды жеңді 80 келі салмақта. Және Акмалжон Исраилов Тиган Скотт деген ұлыбританиялықты жеңді, ағылшын боксшы жеңді. Бұл бізде 85 келі болатын. Және 90 келіге дейінгі салмақта Турабек Хабибулаев Исаяс Рибейро деген бразилиялықты жеңді. Мінекей 6 алтын, 7 финалист өзбек жігіттердің соның 6 алтын алып отыр. Айтайын дегенім, енді Қазақстан мен Өзбекстан бүгінгі таңда бокс державасына айналды ғой. Бұрыннан бар, бірақ енді бүгінгі таңда бірінші, екінші орындағы құрама командалар, соның дәлелі. Осыдан біраз жыл бұрын негізі әлемдік аренада Кубаның боксшылары атой салып жүретін. Бірақ Кубаның боксшылары осы әлем чемпионатында, тіпті осыған дейінгі әлем чемпионаттарында, олимпиада ойындарында көп көрінбей кетті. Мәселен, ерлер арасындағы әлем чемпионатында Алехандро Кларо 50 келі салмақта қола жүлде алды. Кубалық Эрисланди Альваресті білеміз, бұл жігіт 65 келіде қола жүлде алды. Сонымен қатар тағы бір боксшы, ол әрине таныс Хулио Сезар Лакрус 90 келіден жоғары салмақта қола жүлдегер атанды. Бұл елдің жалпы боксшылары неге соңғы жылдары төмен нәтиже көрсетіп кетті? Енді ол бәрі мәлім, біздерге боксшыларға мәлім. Шынына келген кезде Куба мемлекеті кезінде өздеріңіз білесіздер, бір олимпиада ойындарында 6 алтын, 7 алтынға дейін, 8 алтынға дейін алып кететін сәттер болды. Олардың трехкратный дейді, 3 дүркін олимпиада чемпиондары, 5 дүркін әлем чемпиондары болып, мысалға, ешкімге есе жібермейтін боксшылар еді. 96 жылы Қазақстан құрама командасы 4 кездесу жасады да Кубаға, 4-інде де жеңіліп қалғанбыз біздер, Куба боксшыларына. Сондықтан да сол кездегі бас бапкер Тұрсынғали Идилов көп ойланды да айтты: неге Куба құрамасын осы Қазақстанға шақырып, олармен бірге айтылды сбор өткізбеске. Сөйтіп сбор өткізіп, сонда біздер көрдік та, бұларды адам екен. Бұларды енді біз екі көз, екі қолы бар екен, бұларды да жеңуге болады екен деген сондай біздің поколение деді ғой, біздің поколение сол барьерді жеңе білдік біздер. Кубаның барьерін жеңе білдік. Ал енді қазіргі таңда олар сондай керемет көрсеткіштерге неге қол жеткізбей жатыр деген сұрақ, әрине Кубаның қазір енді экономикалық жағдай қалай екені белгісіз, но дегенмен де өте қиын. Бірақ дегенмен де солардың мысалға халықаралық турнирлерге, Европаға ұшып келіп, немесе Азияға ұшып келіп, о жерден тәжірибе алмастырып, турнирлерге қатысып кету жоқтың қасы. Бір сөзбен айтқан кезде шет мемлекетте боксшылармен бокстасып, дүние жүзінде бокс қалай болып жатыр, соның бәрін байқап тұрмаса, мысалға жарысқа шықпаған боксшылар қарая береді. Тек қана жаттығу ол боксшылардың шеберлігін арттырмайды. Сондықтан да бірде бір себеп осы деп ойлаймын. Ақша. Қаражат мәселесі біраз қиын болған екен. Ал енді әйелдерге тоқталатын болсақ, әйелдер арасында Назым Қызайбай 48 келіге дейінгілер арасында финалға шықты.
үндістандық Минакши Худамен қолғап түйістірді. Назым Қызайбай өзінің туған күнде финалға шыққандығын айта кетейік. Туған күнде. Бірақ өкінішке қарай біздің жерлесіміз жеңіліп қалды. Қызайбай Назым енді біздің айтады ғой жұлдызымыз, жарық жұлдызымыз. Өзінің туған күнінде айтады ғой енді есе жіберді. Бүгін менің туған күнім, япырмай, мына жұртым неғып отыр, тойламай деп рингке шыққан кезде осындай жеңіліс тапты. Бірақ мен Қызайбай Назым жеңілді деп айтпаймын. Тең дәрежеде өнер көрсетті. Төрешілердің айтады көзқарасы басқаша екен. Индиялық боксшыға берді. Сөз жоқ. Индиялық боксшы да керемет, мықты боксшы. Оның ешқандай шеберлігін төмендететіндей жағдай жоқ. Но дегенмен де Қызайбай өзінің интервьюінде айтты. Менде алтын да бар екен, қола да бар екен, бірақ күмісім жоқ екен. Осы жолы бір күмістенен алтын алқа тақсам ол артық болмас дегендей. Сондықтан әрине жеңіп чемпион жатса нұр үстіне нұр ғой. Дегенмен де Қызайбай Назым қызымыз жарады да тұрды. Капитан команда өзінің артынан қыздарды ілестіре білді. Өте команданың ауызбіршілігі өте мықты қазір. Қыздар арасындағы Елдос Сайдалин бас бапкер айтады ғой команданы жинай білді. Және қыздар арасында стабильность байқалады. Байқайсыз ба? Стабильность, бір қалыптылық, әлі бір деңгейлік байқалады. Олардың өнер көрсеткен кезде, рингке шыққан кезде, біздің Абикенованың рингте шыққандағы көрінісі, мысалы атой салғаны қандай керемет, қандай мысалы Богданова мысалы өнер көрсеткен кезде, және біздің Балқыбекова қызымыз қандай өнер көрсетті мысалы. Сондықтан да қыздарымыз біздің болашақ Олимпиада ойындарында атой салып жатса, біздер қуанамыз тек оған. Бұйырса. Енді расында әлем чемпионатының күміс медалін иеленді Назым Қызайбай. Ол осыған дейін 3 дүркін әлем чемпионы атанған, сондай-ақ Олимпиада ойындарының қола жүлдегері. Бұйырса енді алдағы уақытта сол Олимпиаданың алтын алады деген ойдамыз. Әлде әлем чемпионатында бір медаль жетіспейді. Ол не? Олимпиаданың алтыны. Олимпиаданың алтыны, дұрыс айтасыз. Қалған бүкіл жарыстардың алтындары бар ғой. Алуа Балқыбекова 51 келіде жаңа айтқанымыздай Бусинас Чакрогулмен қолғап түйістірді финалда. Алуа бұл айқаста жеңіске жетті және Олимпиада ойындарының 2 дүркін финалисін жеңіп кетті. Токио Олимпиадасының және Париж Олимпиадасының күміс жүлдегерін жеңді. Және 2 дүркін әлем чемпионы болды емес пе? Балқыбекова. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Енді біздің қызымыз айтады ғой, бұрынғы біздің жолымызды Жамбыл облысының не дейді ғой, бокс мектебінің арғай жалғаушысы, соның тірегі болып қазір өнер көрсетіп жатыр. Шынына келген кезде өте қуанып қалдық. Енді дегенмен де айтады ғой, Алуа қызымызға, Балқыбек қызымызға тағы да шеберлігін шыңдай беру керек, тағы да физикалық тұрғыдан қосу керек. Соңғы қазір ол қыздар арасында олимпиада салмағы бар, және олимпиада емес салмақтар бар. Сондықтан қазір бас тренер бәрін олимпиадаға дайындаған кезде кейбір қыздарымыз бір-біріменен тетелес болуы мүмкін. Тетелес дейді ғой қазақтар. Сондықтан да осы жерде бас тренер қателеспеу керек. Кімді алады олимпиада ойындарына? Сондықтан да Алуа Балқыбекова қызымыз стабильный результат көрсетіп жатыр, және болашақта олимпиадада айтады медаль ала алатын қыздардың бірегейі деп айтуға негіз бар. Сербиядағы әлем чемпионатында биыл наурыз айында ол әлем чемпионы атанды. Яғни бір жылдың ішінде 2 рет әлем чемпионатын жеңіп отыр. 2 түрлі былай айтқанда федерацияда. Сондай-ақ Айда Абикеева да 2 дүркін әлем чемпионы атанды. Абикеева 65 келіде Навбахор Хамидовамен қолғап түйістірді финалда. Өзбек боксшысымен, бірақ енді өзбек боксшысының оны ұтатынына ешқандай күмән жоқ. Болды бізде, неге десеңіз, олимпиада чемпионы, 3 дүркін әлем чемпионы, түрк боксшысы сол қызды жеңген кезде, шынына келген кезде, мына бапкерлердің рингтегі ойын өрнегіне қойған тактикасы, және оның күш жігері, физикалық дайындығы. Мен ойладым, 3-ші раундта шаршап қалуы мүмкін, мұндай үлкен екпінділік көрсетіп жатыр, үлкен темп көтеріп жатыр бойда. Сондықтан олар шаршап қалуы мүмкін деп едім, жоқ. Абикенова шаршамады.
ол 3-ші раундта тағы да қосты. Түсіндіңіз ба? Бұл өте жоғары шеберлікті талап ететін нәрсе. 3-ші раундта қосу деген. Сондықтан да өте сауатты өнер көрсете алды. Сондықтан финалдық кездесуінде де аншалықты қиындықсыз, емін еркін жеңіп шықты деп айтуға болады. Қарағанды бокс мектебінің мықтылығын көрсетті ғой енді. Ол енді өзіңіз білесіз, сол Қарағанды бокс мектебінің түлектері Геннадий Головкин, Серік Сапиев, Василий Жиров, Серік Елеуов, Серік Нұрқазов, енді кетсе айта береміз. Абылайхан Жүсіп бар мысалға. Абылайхан Жүсіп бар жастардың арасында. Сондықтан бұл мектеп өте мықты, Қазақстандағы өте мықты мектеп деп айтуға болады. Жамбыл облысы, Қарағанды облысы бұл екі мектеп Қазақстандағы ең мықты мектептер. Одан кейін Түркістан облысы қазір соңғы жылдары. Түркістан облысы қазір көтеріліп келе жатыр. Енді олар енді айтады ғой, ағайынды Сабырхандар, Бекзат Саттарханов, мысалға тағы да тағысын айта беруге болады. Ділдәбеков бар, Мұхтархан. Мұхтархан Ділдәбеков, енді сөз жоқ. Мұхтархан Ділдәбеков Шымкенттің атынан шықты емес па? Қазір енді олар бөлінді ғой. Түркістан облысы және Шымкент қаласы ғой. Сондықтан да бұл жерде қателесуіміз мүмкін. 70 келіге дейінгілер арасында Наталья Богданова финалда Лекейша Пергулити деген австралиялық боксшыны жеңіп кетті. Наталья Богданова жарады. Өзіңіз айтпақшы, тұрақтылықты көрсетті біздің қыздар. Тұрақтылықты көрсетті, және Наталья Богданова айтады ғой, мына солтүстік Қазақстан облысының түлегі. Солтүстік Қазақстан облысынан шыққан, айтады ғой, тұңғыш әлем чемпионы. Енді бұрын соңды осындай үлкен деңгейінде көтерілмеді ешқандай боксшы. Сондықтан да ол сол солтүстік Қазақстанның түлегі ретінде, сол өңірдің боксшысы ретінде, о жақта да бокс бар, о жақта да біз дамытуымыз керек боксты деп дамытып жатыр. Қазір біздің спорт комитетінің төрағасы Руслан Есенәлин де солтүстіктен ғой. Сондықтан ол кісі аэропортта қарадым, күтіп алып, қолынан гүл шоқтарын алып құттықтап жатыр. Рахмет. Жақсы. Мінекей, сондай-ақ Елдана Тәліпова бізде 80 келіден жоғары салмақта қола жүлдегер атанды. Ал негізі бұл салмақта Агата Кацмарска деген польшалық боксшы жеңіске жеткен екен. Жалпы біз енді қыздарымызға ризамыз. Қыздар биыл осы әлем чемпионатында керемет өнер көрсетті. Виктория Графеева бар. Виктория Графеева, Талипова. Қола жүлдегер атанды. Сондықтан да жалпы алғанда қорытатын болсақ, жалпы әлем чемпионаты Қазақстан құрамасы үшін сәтті өтті. Менің бір қорыққаным, енді әлемнің 68 елінен келген құрама командалар, IBA-де біз енді осыған дейін жақсы нәтиже көрсетіп келдік қой, бірақ енді жаңа World Boxing'ның ұйымдастырып өткен алғашқы турнир, әлем чемпионаты, бұл жақта басқа төрешілер деген сияқты басқа көзқарас, бірақ бәрібір де шын мықтыға тұсау жоқ екен. Қазақ қыз жігіттері кезекті мәрте мықты екендігін дәлелдеді. Ал енді осы кезде айта кетейік, жалпы биыл бізде әлі тағы да жарыстар бар, халықаралық. Ол бірінші кезекте Қазақстан чемпионаты, қазан айында өтетін, әзірге уақыты нақты белгісіз екен. Семей қаласында өтетін. Айтпақшы, ұлттық құраманың бас бапкері Қайрат Сатжанов мырза осы әлем чемпионатында алтын алған жігіттер Қазақстан чемпионатына қатыспайды деді. Қалған боксшылардың барлығы Қазақстан чемпионатына міндетті түрде қатысу керек деп айтты. Одан кейін қараша айында бізде тағы да бір үлкен халықаралық жарыс бар. Ол халықаралық жарыс 15-22 қараша күндері Үндістанда өтетін әлем кубогының финалы. Ол жақта енді Қазақстан құрамасының 2-ші және 3-ші нөмірлі боксшылары барады деп жатыр. Осы пікірмен жалпы келісесіз бе, бас бапкердің? Негізі айтады ғой, қандай көрсеткіш көрсетпесін. Қазақстан мысалға осы әлем чемпионатында сәтті өнер көрсетті. Енді қалған жерде де сәтті өнер көрсету үшін оның бәріне жауапты ол бас бапкер. Сондықтан бас бапкердің айтқан ойыменен біздер бәріміз келісуіміз керек. Ол жауап береді бірінші кезекте. Көрсеткіштер үшін, результат үшін бас бапкер жауап береді. Сондықтан осы жолы мысалға, енді ол кісі шешім қабылдап жатыр, Қайрат Шашанов сондай шешім қабылдап жатыр. Ол өте дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім пікірім, лично өзім пікірім өте дұрыс. Себебі бірінші нөмірлі боксшыларды ана жаққа да салып, мына жаққа да салып, айтады ғой, әр додаға сала берудің қажеті жоқ. Бізде Қазақстанда боксшылар жеткілікті. Жастарымыз жеткілікті. Мысалға Ю-22 жасындағы аға бапкер мысалға Бақыт Сәрсекбаев бар. Оны да мысалға
жарыстарға шығарып жіберсек, мысалы көптеген жарыстарға ұлт взрослый чемпионаттарға шығарып жіберсек, ол артық болмайды. Себебі біздің артымызда өсіп келе жатқан жастарға да біз мүмкіндік беруіміз керек. Олар да өсіп өну керек. Тәжірибе алмасу керек. Сондықтан да осындайдың бәрін қарап отырған, мысалға енді мына Қазақстан бокс федерациясы, туризм және спорт министрлігі мысалға өткенде ғана Қасым-Жомарт Кемелұлы жолдауында айтты, спорт керемет дамып жатыр, жоғарғы спорт жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп жатыр деп айтқаннан кейін бірден осындай көрсеткішке қол жеткізіп жатыр. Сондықтан да осының бәрі бір-біріне байланысты деп айтуға болады. Енді бір жағынан осы 2025 жылдың ең үлкен жарысы ол әлем чемпионаты еді ғой. Одан кейін мысалға бірінші нөмірлі боксшыларға демалыс беруге де болады. Демалыс беруге болады. Олар құрамада бірінші нөмірлерін сақтап қалады ол жағынан. Рас сақтап қалады. Енді Қазақстан чемпионаты биыл қаншалықты қызық болады деп ойлайсыз? Бәсекелестік жоғары ғой бізде? Бәсекелестік өте жоғары. Себебі енді мен өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, олимпиадалық даярлау орталығы, біздер жастар, жасөспірімдер, кіші жасөспірімдермен айналысамыз. Біздер ұлттық құрамаға резерв беру жұмысымен айналысамыз. Сондықтан да осындай олимпиадалық база салып берген үкіметке айналайын, рахмет. Бұл Қазақстанның спортындағы жаңа эрасы деп айтуға болады. Жаңа дәстүрі, жаңа деңгейіне деп айтуға болады. Сондықтан да осындай олимпиадалық базаларда жаттыққан боксшылар, немесе спортшылар қалған жерге барғанда психологиялық тұрғыда өзін өзгеше басқаша сезінеді. Сондықтан да Қазақстан чемпионаты өте тартысты өтеді. Мен өзім барып көрсем деп отырмын сол чемпионатты. Көріп, бас тренер бола ма, вице-президент, президент федерация бола ма, солармен ақылдасып отырып, өзімнің жаңағы білімімді ортаға салсам деген ойым бар. Тамаша. Енді жаңағы Астанаға ұшып келді Қазақстан құрама командасы. Қайрат Сәтжанов сұхбат берді бақ өкілдеріне, сонда әлем чемпионатын қорытындылап, бізде енді алдағы жарыстар бар деп айтты. Осы жарыстарда әлем кубогының финал деген сияқты Қазақстан чемпионаты. Және әлі де болса әлемдік аренада біз өзбектерді басып озуымыз керек, ол үшін әлі көп жұмыс істеуіміз керек деп қалды ғой енді. Түсінікті, Өзбекстан құрамасында 6 алтын, бізде 4 алтын ерлерде, ал жалпы алғанда бізде енді көш бастадық, қыздар мен ерлерді қосқан кезде. Айтайын дегенім, біз бұйырса Өзбекстан құрама командасын осындай үлкен жарыстарда қашан басып оза аламыз? Енді шынына келген кезде алма кезек заман. Кейде Өзбекстан құрама командасы алға шығады, кейде Қазақстан құрама командасы алға шығады. Қазір осы сәттерде Өзбекстанда бокс саласы, единоборство өте қатты дамып жатыр. Және оларға беріліп жатқан қаражаттар да қомақты. Енді ол айтты ғой, Өзбекстанда бар жоғы 15 спорттың түрі ма, 16 спорттың түрін ғана кең көлемде дамытып жатыр. Қазақстанда бәленбай спорттың түрі екен, бәріне жаңағы қаражатты шашып жүрген кезде тар сияқты және шашқанда ештеңе болмай қалады. Сондықтан да әлде болса, мен ойлаймын да, мына жастар, жасөспірімдер арасындағы қаражат жеткіліксіз. Келесі жылға осы көрсеткішті ескере отырып, келесі жылға сол қаражаттар толықтырса. Мысалға, жасөспірімдер арасындағы айтады ғой, жарыстан жинаған тәжірибе ол ересектерге барғанда өте керекті болады. Жастар арасында жинаған тәжірибе өте керекті болады. Сондықтан да осы жағын қарастырса деген ойым. Сіздердің подкаст арқылы министерствоның құлағын алтын сырға деп айтып кетуге болады. Және осы олимпиада ойындарында біздер Өзбекстан құрама командасының алдына шығуға толық мүмкіндігіміз бар екенін осы әлем чемпионатында біз дәлелдедік. Ал келесі әлем чемпионаты, өзіңіз білесіз, ол Астана қаласында өтеді. Сондықтан өз жерімізде, өз елімізде біздер міндетті түрде жанкүйерлерді жерге қаратпай чемпион болып шығуымыз керек. Және командалық есепте біз алға шығуымыз керек. Көп рахмет Ермахан аға, уақытыңызды бөліп, осы әлем чемпионаты туралы өз пікіріңізбен бөліскеніңізге. Жалпы енді Қазақстан құрама командасы жерге қаратқан жоқ. Бүкіл қазақ елі болып қолдау көрсетті. Кәдімгі Ливерпульдің төрінде жаңағы төрехандарды айтып жатыр сұхбаттарында. Осыншама жанкүйерлікті ойлаған жоқпыз деп. Енді Англияда білім алып жүрген, жұмыс істеп жүрген қазақтар көп, негізі арнайы Қазақстанға барған жанкүйерлер бар. Одан кейін отандық телеарналар тікелей эфирде көрсетті. Бізде сізде жекпе-жектерді көріп, енді расында қатты қуандық. Бір жағынан
енді жалпы бокс спорт түрі ежелгі антик дәуірінде ежелгі грекияда пайда болған ғой, бірақ десе де қазіргі біз білетін бокс ол Англияда пайда болған, 18 ғасырдың алғашқы ширегінде. Және біз бокстың отанына барып тұрып, жалпы былайша айтқан кезде де боксты қалай боксасу керектігін көрсеттік қой енді. Дұрыс айтасыз. Және мына осы жаңа айтып кеттіңіз жанкүйерлер туралы. Сол кезде мысалға Қазақстан бокс федерациясының қолдауымен мысалға ол жерде әлем чемпионатына кіру үшін билет алу керек екен. Сондықтан кімдер келеді мұнда, сол жердегі қазақ диаспорасына айтып, соларға билет алып беріп, оларды кіргізіп, отырғызып, қолына ту беріп, Қазақстан деп айқайлаңыз деп, соның бәрін ұйымдастырған Қазақстан бокс федерациясы мысалы. Өте жақсы. Өте орынды, өте керемет болды. Иә. Сіз болып, біз болып осындай әлем чемпионатында бүкіл әлемді мойындатып, көш басына көтерді. Ауызбіршіліктің арқасында. Сізге Ермұхан аға тағы да көп-көп алғыс айтамыз. Ендеше қадірменді көрермен қауым, видеомыз ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы осы әлем чемпионаты қаншалықты қызықты болды, және жалпы осы әлем чемпионатында қай жекпе-жектер сіздерге ұнады, комментарийға қалдырып кетіңіздер.